Assalamu alaikum, эфирде Zaman декабрьнан 27-сі Қырымышқалының 1399 күні студияда Мавиле Мұхтарова çalışам. Чейгос ве Умеровның имайысы Путинның мемуриетіні махкемеге шикает етті. Адвокат Николай Полозов Меджлис рейсінің муавинлері анге бұйрық есасында азат етілгеніне айдынлатмаға талап ете. Русия адвокаты ве Қырымлы Зенат Дашидым Семедляев бұл меселеде Русия президентінің мемуриетіне мұражат еткенеділер. Ләкин бұл мәлімат гезлі деп жауап берілді. Полозов бұл Русия анаясасына зыт келедеді. Подал сегодня два административных иска в Тверской районный суд города Москвы. Это суд, на территории которого располагается администрация президента. С требованием, во-первых, признать решение об отказе в представлении данных, содержащихся в указе, незаконным. И, во-вторых, обязать администрацию президента предоставить соответствующие указы. Принимать решение, в результате которого администрация президента проиграет крымским татарам, на это суд российский пойти не может. Но для нас это будет тоже позитивный исход, потому что в случае отказа мы обратимся в вышестоящую инстанцию, в Московский городской суд, и впоследствии мы сможем обратиться в ЕСПЧ. Ишгалжилер Меджлис рейсінің муавинлері Илми Умеров яқтым Чейгозны октябрь айының соңында Түркияге теслим етті. Чейгоз 2014 сенесі февральның 26-сында Украина топрақ бүтінлігіне қол тұтып митингінде олған қалабалықларының тешкіл етмесінде қабатланып 8 ел апыз жазасын алған еді. Илми Умеров есе Русия топрақ бүтінлігіні бозмасында қабатланып 2 ел яшав тарзы колониясына үкім етілген еді. Владимир Балух махкемеде ярамады, оңа тибби ярдым машинасы чағырылды. Ишгалчилер Владимир Балухның давасында қабатлайчы тарафның шатларына сорғуға чекмек мұражатыны редетті. Кремль незаретіндегі Ақшейх район махкемесі Қырымлы чефтшінің евінде тінтов кечірілмесіне себеп болған малиматны берген шатларына сорғуға чекмеге разы олмады. Кечкен сене Владимир Балухның евінде тінтов кечірілген еді. ФСБ 90 патрон тапылғанына білдірді. Аман-аман бір ел о сезода ятты декабрьнің бірінден етібарен есе евапсынде бұлына. Балухның имайысы ве ақ қорчалайчылар оңа қаршы репрессияларының себебі евінде асқан Украина байрағы олғандыр деп тұшыне. 10 рублей адлы Қырым марафоны тарқала. Қорчалайчылар бір кішілік наразылықларының иштиракчилеріне берілген пара жазаларыны өдемек үшін флешмоб илан етті. Ярымада сакинлері ве дүнияның фарқлы көшелерінде яшаған инсанларыны Крымский марафон хэштегі или ресімлеріні пайлашмаға чағыралар. Бір кішілік наразылыққа чыққан Қырым татарларының пара жазалары умумен аман-аман 1 миллион рублейге етті. 75 кіші пара жазасын алды. Да 5 инсанның махкемесі январь айында олacak. Октябрьнің 14-інде юзден зейде Қырым татары ишгалчилерінің япханларына қаршы бір кішілік наразылықларға чыққан еді. Ләкин оларны бір акцияда иштирак етмесінде қабатлайлар. Бүгін өйледен соң Донецк ве Луганск велетлерінің ишғал етілген топрақларындан 74 Украина сірі азат етілежектір. Интернетте яйынланған видеода көрінеке Луганск апсханесінден Украина сірлеріні чықарып Алмашев ноқтасына юллайлар. Украина есе мемлекетімізге қаршы жинайет ішлеген 306 террорист ве Русия арбейіні теслим етежек. Ақшамға яққан азат етілген украиналылар Киевге кележектір. Учақлары саат 19-да Борисполь авалиманына қонмалы. Донецк ве Луганск велетлерінің ишғал етілген топрақларында 160 украиналы эсір олып қала, ләкин ишғалчилер 97 кіші аққында айтам. Зустрень своих іштемай ағыларда есірліктен азат етілежек 74 украиналыны Борисполь авалиманында қаршыламаға чағыралар. Акция иштиракчилеріні бедава алып кетежеклер. Ақшам саат 5-тен башлап Бориспольская метро станциясындан авалиманына автобуслар юрежек. Акция иштиракчилері қошылмаға істегенлеріні янына девлет байрақлары, топ, чечек ве язулы шарларына алмаға чағырам. Ишгалчилері сейлян етілген барышықны кені бозда дұшман атеш ачқаны үшін бір Украина аскері иляк олды, 3 аскер яраланды.
Рус işgalçilері майын атыжеве бұйық калибрлі пулеметларының қолланда кечкен күн олар Украин имейджілерінің ноқталарына 6 кере атеш açып, яңа ел мұнасибетінен илан етілген барышы қаңлашмаларына бозды. Қырым татар Милли Мejlisi ve Құрылтайы Қырымдағы акимиетчі қаража қарарларда іштірак етecek анаясы органлары олажақтыр. Бұның үшін анаяса комиссиясы Қырым статусына деңіштірмек керек. Ішчі группа Украина анаясасы үшін деңішмелер арзырлады. Бұны Мejlis рейсінің меслиятчысы Арсен Жумадилов АТР телеканалының яйнында айтты. Ніхто не зможе від завтра казати про те, що ці органи, їхній статус незрозумілий і так далі, і так далі. В цих змінах йдеться про те, що це є представницькі органи корінного народу. Ми знаємо, що Конституція України містить всі її норми, є нормами прямої дії. Тобто вже завтра ми можемо йти із цим до Мін'юсту, до Держстату, і говорити про те, щоб і Құрылтай кримськотатарського народу, і Меджліс кримськотатарського народу були зареєстровані згідно цих норм, як представницькі органи корінного народу. Тобто це те, за що ми боролися дуже довго. Украина анаясасына Қырым статусынан бағлы түзетмелеріне теклиф еткен ішчі группаның еркянына Мejlis азалары Украина президентінің мемориет векеллері, yüksek hususi mahkeme temsilcileri ve alimler kırdı. Весиха müellifleri arasında Mejlis reisi Rifat Çubarov ve Қырым татарларының лидері Mustafa Cemilov de barlar. Rusия башқа devletінің топрақларына хырсызлап, япханларына яланлар ненгізлейджек ола. Бөлі бір фікірні Британия журналисті Русия Тешвиқатчы каналының жанлы яйынында сеслендірді. О деді ке Русия халқара құқны огренсе медени дүнияға айт олыр. О вақытқа қадар ісе санкциялар алтында қалачақтар. Вы сделали катастрофическую стратегическую ошибку, нарушив не только международный закон, а тоже вы потеряли Украину. Вы просто сделали так, чтобы вся Европа сейчас стояла против вас. Россия из-за этого стала слабее, менее уважаемая, беднее. Это плохо, господа. İşgalciler Қырымның шельф ерлеріні мезаттан сатажақ ола. Русия үкіметі Азақ ве Қара деңізлеріндегі шельф фондыны сатма қанун лейхасына таздықлады. Тезден бұл весиқа Девлет Думасына берілежектір мезатларының элян етілмесі ве лицензияларының берілмесіне дайыр қарар ісе үкімет тарафындан қабыл етілежектір. Кремльнің парасы бетті. Русия едек фондыны бұсене бұтулней төкетежек. Русия малиен әзірлігі бөлі хулясалар чықара. Бір ел ішінде Русиялілер едек фондындан 1,5 триллион рубле масраф етті. Русия қанунларына көре кележексіне едек фонды вемелі эялық фонды бірлешмек кереклер. Ноябрьдің 29-ында Русия иқтисадиятының энергетик ве банк секторларына қаршы санкциялар ішке тұшырылды. İşgalciler Ukrayn numeralарына, Rus numerаларына деңіштірмеген қырымлыларға пара жазасыны бермеге hazırlana. Январның 1-ден башлап яңа қайделер ішке тұшырылы кредитке алынған яда векелет намесасында қоланылған Украyn numerалы машиналар да жазалы жақтыр. İşgalciler машиналарны ғайрыдан ресмелештірмек үшін яңа елға қадар мүддет бере. Шымдылық бұл соңғы хабарымыздар саат 12-де заманына украинче сейретмеңіз мүмкін. Атерден айырылмаңыз.